Невзорттар отбасы атындағы бейнелеу өнері мұражайында 3 ұлы тұлғаға арналған көрме өтті. Көрменің басты мақсаты ақын Абай Құнанбайұлы, жазушы Мұхтар Әуезов, суретші Евгений Сидоркин өнерін халыққа насихаттау. Үш жауапты біріктірген сарқылмас қазынамыз әлем мойындаған Абай жолы роман эпопеясы. Жазылғанына биыл 80 жыл толған Абай жолы дүниежүзі халықтарының көптеген тілдеріне аударылған. Ғалымдардың айтуынша, романдағы тарихи оқиғалар шынайы өмірден алынған. Тұлғаның үш халықтың үндескенде дегенді қалай түсінеміз? Бірі бағана айтылғандай ақын, бірі жазушы, бірі суретші. Осы үшеуінің өнері бір кітаптың Абай эпопеясы романының ішіне келіп тоғысып отыр. Көрмеге үш тұлғаның еңбектері қойылып, келген қонақтарға таныстырылды. Арнайы экскурсоводтар да болды. Соның арқасында көрмеге келген қауым тұлғалардың туындылары жайлы жан-жақты ақпарат алды. Спартак стадионында Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаевтың қатысуымен Елімай қоғамдық қорының ашылуына арналған жиын өтті. Іс-шараға аты аңызға айналған футболшылар Самат Смақов пен Андрей Карпович, Елімай футбол клубының атқарушы директоры Төлеухан Кульдиков және облыстық мәслихат депутаты Серік Байғалиев қатысты. Сұрақ-жауап форматында өткен кездесуде футбол жанкүйерлері өздерін қызықтырып жүрген сауалдарын қоюға мүмкіндік алды. 1913 жылы Семей қаласында алғашқы футбол матчы өткізілген болатын. Қаламыз Қазақстандағы футбол отаны. Сондықтан бұл спорт түрінен клуб міндетті түрде болуы қажет. Жанкүйерлер бұл сәтті бұрыннан күтіп келеді. Осы орайда біз де өз тарапымыздан қолдау көрсететін боламыз. Клуб келесі жылдан бастап қана өнер көрсете алады. Чемпионат сәуірде басталады деп жоспарлануда. Дегенмен де жылдың соңына дейін клубтың штабын құруымыз керек. Бас бапкер қызметіне бірнеше кандидат болады. Жұмыс жоспары, футболшылар тізімі сияқты маңызды мәселелер де ағымдағы жылдың соңына дейін дайындалады. Клуб өте ауыр мәселелерді шешуі қажет. Сондықтан шетелдік футболшыларсыз да болмайды. Тәжірибесі мол ойыншылар қажет. Жалпы Елімай футбол клубының түстері қызыл, ақ және жасыл. Осы таңдау алдағы уақытта да қалады деп ойлаймын. Сәйкесінше команда формасы да аталған түстер аясында тігіледі. Семей қаласының әкімдігі Усть-Каменогорская көшесіндегі жөнделіп жатқан учаскеге көліктерді тұраққа қоймауға шақырады. Естеріңізге сала кетейік, бір апта бұрын Абай облысының әкімі Нұрлан Оранхаев жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан көше тұрғындарымен және жолшылармен кездескен болатын. Кездесуде тұрғындарға ыңғайлы болу үшін жолды кезең-кезеңмен ашу мүмкіндігі қарастырылды. Осыдан кейін мердігер ұйым жолды ашты. Алайда автокөлік иелері атылған учаскелерде машиналарын қойып кетіп, жолшылардың жұмысына кедергі келтірді. Нәтижесінде мердігер ұйым жолды қайтадан жабуға мәжбүр болды. Көкпекті аудан әкімі кезекті әкімдік отырысын өткізді. Оған ауылдық округ әкімдері, мекеме және бөлім басшылары қатысты. Жиын барысында күн тәртібіне орай әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларын тұрақтандыру бағытында атқарылған жұмыстар және аудан бойынша жанар-жағармай бағалары мен көлемі туралы, ауданның елді мекендері орталықтандырылған таза сумен қамтамасыз ету, аудандық пошта торабы жұмысы туралы жауапты мекеме және бөлім басшылары есеп берді. Жиын соңында бөлім басшылары мен ауыл әкімдеріне бірқатар ескертулер айтылып, тиісті тапсырмалар берілді. Сақ болыңыз, коронавирус. Қазақстанда 8 тамыздағы мәлімет бойынша тәулік ішінде коронавирус инфекциясын жұқтырудың 1128 жағдайы тіркелген. Оның ішінде Нұр-Сұлтан қаласында 335, Алматы қаласында 200, Шығыс Қазақстан облысында 17, Абай облысында 27 адамнан коронавирус анықталды.